Danışpan bala. Үш аю ертегісі. Қалың орман ішінде, үлкен ағаш үйде үш аю өмір сүріпті. Олар әке аю, ана аю және бала аю екен. Тамақ суғанша орманда серуендеп келейік. Жақсы, кеттік. Алақай серуендейміз. Осылай үш аю алаңсыз серуендеуге кетеді. Сол күні Алтыншаш есімді кішкентай қыз орманда серуендеп жүріп, белгісіз бір үйді көріп қалады. Вау, қандай үлкен үй. Бұл үйде кім тұрады екен? Алтыншаш үйге жақындаса, есік ашық тұр екен, қызығып үйге кіріп кетеді. Үстел үстінде үш тостаған ботқа тұр екен. Біреуі үлкен, біреуі орташа, ал біреуі кішкентай еді. Иісі мұрын жарған ботқаны жегісі келіп кетеді. Алдымен үлкен тостағандағы ботқаның дәмін көреді. Оу, бұл ботқа тым ыстық. Одан кейін орташа тостағандағы ботқаның дәмін көреді. Бұл ботқа тым суық. Содан кейін кішкентай тостағандағы ботқаның дәмін көріп, Алтыншашқа ұнайды. Міне, дәл мен қалағандай. Ботқаға тойып алып жан-жағына қарай бастайды. Көзі бөлме бұрышындағы орындықтарға түседі. Бір-бірден отырып көргісі келді. Бұл орындық тым үлкен. Бұл орындық тым жұмсақ. Бұл орындық маған дәл екен. Бірақ кішкентай орындық сынып қалады. Алтыншаш орнынан тұрып, келесі бөлмеге кіреді. Бұл жерде үш төсек бар екен. Алтыншаш төсектерге жатып көргісі келеді. Бұл төсек тым қатты. Бұл төсек тым жұмсақ. Сөйтіп кішкентай төсекке барады. Ол Алтыншашқа ұнайды. Бұл төсек маған ыңғайлы екен. Шаршаған кішкентай Алтыншаш төсекте тәтті ұйқыға кетеді. Осы кезде орманда серуендеп жүрген қарындары ашқан аюлар үйлеріне келе жатты. Аюлар үйге кіріп бір түрлі жағдайды байқады. Менің орындығым. Қарыным ашты. Бұл кім болды екен? Орындықты сындырған, тамақты да ішіпті. Содан соң үш аю Алтыншаштың кішкентай төсекте ұйықтап жатқанын көрді. Қара мұны! Ұстаңдар, ұстау оны! Ушудан оянған Алтыншаш бөлмедегі аюларды көреді. Зәресі ұшқан ол терезеден жерге секіріп түседі. Қатты қорыққан Алтыншаш алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Аюлар қыздың артынан жүгіреді. Бірақ қыз ұстатпай кетеді. Аюлар үйлеріне қайтады. Ал Алтыншаш осы оқиғадан кейін бөтен үйге кірмейтін болыпты. Бұл ертегі бізге бөтен үйге рұқсатсыз кірмеуді және біреудің заттарын рұқсатсыз алмауды үйретеді. Қызыл телпек ертегісі. Ертеде ауыл шетіндегі шағын үйде анасы мен қызы өмір сүріпті. Қызы өте сүйкімді, ынталы, мейірімді әрі нәзік болыпты. Оның есімі Қызыл телпек екен. Бір күні анасы қызына әжесіне баруын тапсырады. Қызым, мына бәліштерді әжеңе апарып бер. Бірақ орманда абай бол, бейтаныс адамдармен сөйлеспе. Жақсы, анашым. Қызыл телпек анасының батасын алып, әжесінің үйіне қарай жолға шығады. Жолың болсын, қызым. Сау болыңыз, анашым. Қызыл телпек анасының сөзін есіне сақтап, әжесінің үйіне қарай бара жатты. Ол орманға тереңдеп кірген сайын, жол тұңғиық әрі жұмбақ болып көрінді. Бір кезде бұталардың арасынан қасқыр шыға келді. Сәлем, кішкентай қыз, қайда бара жатырсың? Сәлеметсіз бе? Мен әжеме бара жатырмын.
Әжең қайда тұрады? Орманның ар жағында, кішкентай үйде тұрады. Қасқыр айла ойлап, қызыл телпекті басқа жолға жібермек болды. Мына жолмен барсаң, әжеңе тезірек жетесің. Қызыл телпек қасқыр көрсеткен жолмен жүріп кетеді. Ал қасқыр болса, әженің үйіне қарай тез жүгіріп кетті. Бұл уақытта әжесі үйінде ештеңеден бейхабар, жай ғана тоқымасын тоқып отыр еді. Әже, бұл мен ғой, қызыл телпек, сізге бәліш әкелдім. Кіре ғой, сұлу қызым менің, мен сені күтіп отырмын. Қасқыр үйге кіріп, айлакер жоспарын жалғастырды. Қарны ашқан қасқыр әжені көріп, бас салып бүтіндей жұта салады. Содан соң үстіне әженің киімін, көзіне көзілдіргін тағып, төсегіне жатады да қыздың келуін күтеді. Біраз уақыттан кейін қызыл телпек әжесінің үйіне келіп жетті. Қызыл телпек есікті жайлап қақты. Қасқыр есіктің қағылғанын естіді. Бірден даусын өзгертіп: «Кіре ғой, есік ашық, қызым!» Қызыл телпек есікті ашып, үйге кірді. Қызыл телпек жатын бөлмеге кірді де, бірдеңе дұрыс емес екенін байқады. Әже, мен келдім, қалайсыз? Жолдан шаршаған шығарсың, қызым, кел қасыма отыр. Әже, неге көзіңді жасырып жатырсың? Жарық көзімді ауыртып тұр, қызым. Әже, даусыңыз біртүрлі естіліп тұр. Салқын тиіп қалды, қызым. Сіз менің әжем емессіз. Ал енді мен сені жеймін. Мына киімдер қандай ыңғайсыз еді? Қасқыр қызды қуып, үйдің астан кестеңін шығарды. Сол кезде үй сыртындағы орманшы шуды естіп, үйге келеді. Орманшы кіріп келеді де, қасқырды ұстап алады. Қорықпа, қасқыр енді сені мазаламайды. Ал қасқыр, тыныш отыр. Орманшы қасқырды ұстап алып, оны төмен қаратып сілкілеп, аузын ашқызады. Сөйтіп орманшы әжені аман есен құтқарып алды. Қызым менің, аман екенсің ғой. Әже, мен қатты қорқып кеттім. Әжесі мен қызыл телпек қатты қуанып, орманшыға шын жүректен алғыс айтты. Рахмет, орманшы. Алғысымыз шексіз сізге. Ал қасқыр болса, қателігін түсініп, кешірім сұрап, орманға қайта кетті. Содан бері ол ешкімге зиян келтірмей, тыныш өмір сүретін болды. Сөйтіп бәрі жақсы аяқталды. Қызыл телпек, әжесі және орманшы шай ішіп, дәмді бәліш жеді. Олар бұл күннен үлкен сабақ алды. Бұл ертегі бізге ата-ананың ақылына құлақ түріп, бөтен адамдармен сөйлеспеу және сырыңды ақтармау керектігін үйретеді. Қиындық кезінде батыл болып, өзгеге көмектесіп, жақсылық жасап, қателікті мойындап әрі кешірім сұрау маңызды екенін үйретті. Үш торай ертегісі. Ертеде жасыл орманның жанында үш ағайынды торай өмір сүріпті. Олар жаз бойы жасыл шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықта рахаттаныпты. Бір күні таңертең аналары оларға былай депті: Балаларым, сендер енді үлкен болдыңдар. Әрқайсың өз үйлеріңді салып, өз беттеріңмен өмір сүретін уақыт келді. Торайлар аналарына рахмет айтып, өз үйлерін салу үшін жолға шығады. Сау болыңдар балаларым, сау болыңыз анашым. Біз жақсылап өз үйімізді салатын боламыз. Торайлар орманда ойнап, секіріп, аунап, жазғы күннің соңғы қызығына батады. Бірде бір торай үйдің қамына кірісу керегін түсінеді.
Қыстың жайын ойлану керек. Үйімізді салуды бастау керек. Ой, әлі қысқа дейін уақыт бар, ойнай берейік. Иә, мен де әлі күннің қызығын көрейін. Бір күні бірінші торай ешкіммен ақылдаспастан, бір кеште өзіне сабаннан үй тұрғызды. Менің үйім тез әрі оңай дайын болады. Екінші торай бұтақтардан үй салып, тез арада дайын етті. Міне, менде үйімді тез салып алдым. Ал үшінші торай жалқаулыққа берілмей, мықты үй салуға бел буды. Мен үйімді мықты етіп, кірпіштен саламын. Қанша уақыт пен күшін жұмсаса да, үшінші торай өзі қалаған үйін салып бітірді. Бұл уақытта орманның ішінде бір аш қасқыр жүреді. Қасқыр орман ішінде келе жатып, ойнап жүрген торайды көреді. Бас сала бергенде торай сабаннан жасаған үйіне кіріп кетеді. Ей, торай, есігіңді аш. Жоқ, ашпаймын. Егер ашпасаң, мен үрлеп, үйіңді құлатамын. Қасқыр бар күшімен үрлеп сабан үйді құлатады. Қорқып кеткен торай қаша жөнеледі. Артына қарамастан торай ағасының үйіне қарай жүгірді. Аға, қасқыр! Тез, үйге кір! Қасқыр көп ұзамай екінші торайдың үйіне де келіп жетті. Ей, торайлар, есікті ашыңдар! Жоқ, ашпаймыз. Қасқыр ашуланып, ағаш үйді құлатуға тырысты. Онда мен үрлеп, үйіңді құлатамын! Қасқыр бар күшімен үрлегенде ағаш үйде құлап түсті. Зәресі ұшқан торайлар бірден үшінші ағаларының үйіне келеді. Аға, қасқыр келеді. Тез, үйге кіріңдер, қорықпаңдар, менің үйім мықты. Артынша қасқыр да үшінші торайдың үйіне келіп жетті. Ей, торайлар, есікті ашыңдар! Жоқ, ашпаймын. Ей, торайлар, есікті ашыңдар! Біз енді сенен қорықпаймыз, қасқыр! Есікті ашыңдар! Жоқ, бұл үй мықты. Қасқыр бар күшімен үрлей бастайды, бірақ кірпіш үй қозғалмады. Қазір сендерге көрсетемін! Үйді құлата алмаған қасқыр айла ойлап табады. Егер есіктен кіре алмасам, мұржадан кіремін. Қасқырдың мұржаға шығатынын байқаған торайлар отты жандырып, қазанға су құйып қояды. Тез, қазанға су құяйық. Отты жағып жіберейік. Қасқыр мұржа арқылы түсе салысымен ыстық қазанға түсіп қалады. Шошынған қасқыр орманға қаша жөнеледі. Қасқыр қаша кеткеннен кейін торайлар қауіпсіз екенін сезініп қуанды. Біз ағамыздың арқасында аман қалдық. Рахмет, аға. Содан бері ағайынды үшеуі өздерінің мықты үйінде тату тәтті өмір сүрді. Біз бірге және бақыттымыз. Бұл ертегі бізге еңбекқор болуды, қиындықтарға алдын ала дайындалу, тапқырлық және отбасыға көмек пен ризашылық білдіру маңызды екенін үйретеді. Шалқан ертегісі. Баяғыда бір шал болыпты. Шал бақшасына шалқан егіпті. Шал күнде келіп шалқанын суарып жүреді. Дәмді шалқаным, үлкен болып өсе бер. Шалқан күннен күнге өсіп, өте үлкен болыпты. Күз келді. Шал шалқанды жұлуға келеді. Ол шалқанды бар күшімен тартады, бірақ жалғыз өзінің күші жетпейді, жұла алмайды. Шал шаршап, көмекке біреуді шақыру керек екенін түсінеді. Кемпір, келші көмектесші! Қазір шал, көмектесемін. Кемпір шалға жақындап, үлкен шалқанды көріп таң қалады. Кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Содан олар көмекке немере қызын шақырады. Қызым, көмектесші! Қыз әжесінің дауысын естіп, бірден орнынан тұрып. Қазір келемін, көмектесемін. Қыз тез-тез жүгіріп, бақшаға қарай бет алды. Немере қызы кемпірді
кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Немере қызы күштері жетпейтінін түсініп, итін көмекке шақырады. Итім, көмектесші! Ит шалқанды тартуға көмектесу үшін шақырылғанын естиді. Келе жатырман! Ит келіп немере қызын, немере қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Төртеуінің де күші жетпейді. Мысықты шақырайық. Мысық, көмектесші! Мысық алыстан шақырған дауысты естиді. Мяу, қазір барамын. Мысық келіп итті, ит қызды, қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, жұла алмайды. Тағы да көмек қолы керек екенін түсініп, мысық тышқанды шақырады. Тышқан, көмектесші! Тышқан мысықтың даусын естіп көмекке асығады. Әрине, көмектесемін. Тышқан да қосылып, бәрі бірге шалқанды тартуға кірісті. Тышқан мысықты, мысық итті, ит қызды, қыз кемпірді, кемпір шалды, шал шалқанды тартады. Ары тартып, бері тартып, ақыры шалқанды жұлып алды. Бәрі қуанып кетті. Ой, жарайсыңдар. Бәріміз бірге істесек, бәрі оңай екен. Тышқан да көп көмектесті. Керемет болды. Бұл ертегі бізге нені үйретеді? Бірлік бар жерде тірлік бар. Шалқанды бір адам тарта алмай, барлығымыз бірігіп күш жұмсап, ақыры нәтижеге қол жеткіздік. Кішкентай болса да, көмектің маңызы зор. Тышқан сияқты ең кішкентай кейіпкер де үлкен іске өз үлесін қосып, септігін тигізді. Қиындықты бірге жеңу жеңілірек. Мәселені бірлесіп шешкенде, тіпті ең ауыр істе жеңіл болады. Қамқорлық пен жауапкершілік. Әрбіріміз жауапкершілікпен әрекет еттік. Бұл да нақты өмірде маңызды сабақ. Қысқаша айтқанда, ертегі бірлескен әрекет, қолдау және әр адамның үлесі маңызды екенін көрсетеді. Дұрыс айтасың, кішкентай тышқан. Иә, Өте маңызды сабақ. Қоян мен тасбақа ертегісі. Ертеде әдемі жасыл орманда көптеген жануарлар өмір сүріпті. Солардың ішінде өте жылдам, бірақ мақтаншақ қоян бар еді. Бір күні қоян баяу келе жатқан тасбақаны көріп, мақтанғысы келді. Сен ешқашан мені қуып жете алмайсың, тасбақа. Мүмкін, бірақ көру керек. онда жарысып көрейік. Жарайды. Осылай олар жарысты бастауға дайындалды. Ормандағы жануарлар барлығын бақылап отыратын болды. Жарыс басталар алдында жануарлар санауды бастады. 1, 2, 3. Басталды. Жарыс басталды және қоян бірден алға ұмтылды. Міне, мен ең жылдаммын. Баяу болсам да, тоқтамай жүре беремін. Мені ешкім қуып жете алмайды. Тым сенімді болма, бәрі әлі алда. Онда менің жылдамдығымды көр. Қоян шапшаңдығын көрсетіп, мақтануға басты. Қоян алыстап кетіп, іші бысып артқа қайтадан келіп жүреді. Тасбақаға мақтанумен әлек. Маған жету қайда деймін саған, тасбақа. Босқа шаршама. Оны алда көреміз. Қоян тағы да бар күшімен жүгіріп кетеді. Ой, тасбақа алыста қалды. Мында жетем дегенше қай заман? Бір дем алып алайын. Қоян демалуға жатып, ұйықтап қалады. Тасбақа тоқтамай жүріп, ұйықтап жатқан қоянның жанынан өтеді. Ой, тасбақа менен озып кеткен бе? Қоян оянып тасбақаның алда кеткенін көреді. Мен оны қайтсем де қуып жетуім керек. Қап, тасбақаны қуып жету мүмкін емес. Тасбақа тоқтамай жүріп, жарыста жеңіске жетті. Жарайсың, тасбақа. Керемет жүгірдің. Нағыз жеңіс. Қоян кешігіп келіп, жеңісті тасбақа алғанын түсінді. Мен тым мақтаншақ болдым. Кешір, тасбақа. Қоян қателігін түсініп тұрды. Ештеңе етпейді, қоян. Мені сабыр мен табандылық жеңіске жеткізді.
Бұл ертегі бізге сабыр мен табандылықтың жеңіске жеткізетінін, өзгелерді өзіңнен кем санамауды және мақтанбауды үйретеді. Жыл басына таласқан хайуанаттар ертегісі. Ең ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Мен жыл басы боламын. Жоқ, мен боламын. Мен жыл басы боламын. Жоқ, мен боламын. Содан жылқы сөйлепті. Мен алысты жақын қыламын. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Сондықтан жыл басы мен боламын. Содан түйе сөйлепті. Мен ауыр жүкті көтеремін. Алыс жерлерге барамын. Аш болсам да шыдаймын. Жыл басы болуға мен лайықпын. Сиыр мен қой былай депті. Адамдар сүтімді ішеді, құрт май жасайды. Сондықтан жыл басы болуға мен лайықпын. Мен болмасам қазақ үйін қалай жабар еді? Жүнімнен киіз басады, киім тігеді. Содан кейін ит және тауық сөйлепті. Мен болмасам сендерді ұры мен қасқыр жеп қояр еді. Мен ерте тұрып таң атқанын хабарлаймын. Адамдарды оятамын. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір қулық ойлап хайуанаттарға айтады. Бұл таластан ештеңе шықпайды. Кім күннің шыққанын бірінші көрсе, сол жыл басы болсын. Түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қолдай кетеді. Басқалары да тышқанның сөзімен келісіп, күнді күтетін болады. Ал кішкентай тышқан білдірмей түйенің өркешінің басына шығып алады. Солай кішкентай тышқан ең биікке шығып, күнді бірінші көруге дайын тұрады. Жануарлар біз көреміз деп тұрғанда, күн шығып, оны бірінші кішкентай тышқан көреді. Жыл келді, күннің шыққанын мен көрдім. Сөйтіп, барлық жануарлар таңғалып, тышқанды жыл басы деп санады. Түйе бойына сеніп құр қалыпты. Бұл ертегі бізге мақтаншақтық пен аңғалдықтың салдарын көрсетеді. Ол бізге ақыл мен тапқырлық күштен де биік екенін үйретеді. Тапқыр қоян ертегісі. Бір күні аң патшасы арыстан ерекше бәйге жарияламақ болды. Тыңдаңдар аңдар, бүгін мен бәйге жариялаймын. Қандай бәйге? Мына қазанға қайнаған су қойдым. Кім осы суды тауысқанша ішсе, соған үлкен сыйлық беремін. Қайнаған суды ішу мүмкін емес қой. Аңдар қызыққанымен қайнаған судан қорқып тұрды. Мен байқап көрейін. Қатты ыстық! Дәл сол кезде орман алаңына кішкентай қоян келді. Мұнда не болып жатыр? Арыстан қайнаған суды ішкенге сыйлық беремін деді. Бірақ ешкім батпай жатыр. Мен ыстық суды жақсы көремін. Қоян қазанның айналасында біраз ойланып жүрді. Бұл суды ішуге болады, бірақ алдымен тексеру керек. Қалай тексересің? Қазір көресіңдер. Қоян қазанды абайлап оттан алып шықты. Түлкі, қарашы, ыстық па? Иә, өте ыстық. Қасқыр, сен де көр. Иә, қатты ыстық. Қоян қазанды аңдарға бірінен соң біріне көрсетіп жүрді. Аю, сен де байқап көр. Иә, ыстық екен. Қоян аңдардың бас-басына көрсетіп шығады. Бұғы, сен де қара. Иә, ыстық. Кірпі, сен де көр. Иә, ыстық екен. Сөйтіп, қоян аңдарға көрсетіп болам дегенше, қазандағы су суып қалады. Сол кезде қоян суды басына бір-ақ көтеріп, сіміріп салады. Қалайша? Қоян қазанды айналдырып көрсетіп жүрді. Мінеки. Міне нағыз тапқыр аң. Күш емес, ақыл жеңді. Достар, қиын жағдайда әрқашан ақылмен ойлау керек. Бұл ертегі бізге ақыл мен тапқырлықтың арқасында қиындықты жеңуге болатынын үйретеді. Сендерге ертегі ұнады ма? Тағы да қызықты ертегілер тыңдағың келсе, біздің арнамызбен бірге бол!